Достар, бүгін мен наннан бас тартқаныма 90 күннен асып бара жатыр екен. Енді қандай өзгерістер ағзамда болып жатыр, сонымен сіздермен бөліскім келіп тұр. Тек қана сіздерге де пайдалы ақпарат болсын деген ниетпен. Ең біріншіден айтқым келіп тұрған нәрсе, мен наннан бас тартқаннан кейін салмағым түсе бастады. Алланың қалауымен, Алланың мейірімімен. Екіншіден, менің мына қолымның шынтақта қап-қара болып тұратын шынтағым кетпейтін, кір деп ойлайтын бірақ ол кір емес екен. Ол инсулина резистентность деген нәрсе бар болғаннан кейін осы шынтақ қараяды екен. Үшіншісі, менің қолтығымның асты қап-қара болатын. Көп адамдар кездестірген шығарсыздар, қолтығы қап-қара. Ол да инсулина резистентностьтен болады екен, достар. Инсулин қайта-қайта көтеріле берген себептен осылайынан инсулин резистентность болады екен. Шынтақ қараяды, қолтық қараяды деген сияқты, папилломдар шығады деген сияқты нәрселер. Ол инсулин қайта-қайта көтеріле береді нан жегеннен. Нанның составында былай жеген кезде нанды глютен бар. Ал глютен болса қантты көтереді екен, инсулинді көтереді екен. Сондықтан осы нәрседен мен Алланың қалауымен қазір құтылдым деп айтуға болады. Спокойно. Өйткені менде бұрын болған осы симптомдар, соны мен қазір наннан бас тартқаннан кейін жоқ болып кетті өзінен өзі, Алланың мейірімімен. Содан кейін айтқым келіп тұрған нәрсе папилломдар болған. Сол папилломдар мойнымдағы кішкентай, олар да кетті. Қолтығымның астында бар папилломдар әлі. Бірақ олар да ақырындап кішірейіп келе жатыр. Сосын мен бұл нәрсені қалай, не үшін наннан бас тарттым, оның ең басты причинасы жировой гепатоз болатын. Маған жировой гепатоз деген диагноз қойып берген, сонымен мен күресіп жүрмін әлімге шейін. Алла бұйыртса, осы бір айдан кейін УЗИ-ға түсіп, фибросканнан өтіп көремін. Жировой гепатоз бар ма, жоқ па, соны білетін боламын, достар. Енді сұрақ, егерде наннан бас тартқан адамдар болса, сіздер өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе кетсеңіздер, сіздерде қандай өзгерістер болып жатыр, басқа ақпаратты білмеген адамдар көріп оқып отырсын деген ниет қой. Сол үшін бір-бірімізбен пайдалы ақпаратпен бөлісіп отырайық. Менде осындай өзгерістер болып жатыр. Ал сіздерде ше? Пайдалы ақпарат болса жақындарыңызбен бөліспеңіздер және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бір-бірімізге пайдалы болып жүрейік.